Түрме бастығы бір кітапты оқыпсыз лақтырып қалды. Кітап қабырғаны тесіп өтіп кетті. Сол сәтте бастығы бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсінді. Ол жақындап барып мұқият қарады. Қабырғаның көк түсті газет қабатымен қапталғанын және оның артында туннель қазылғанын байқады. Бастық тұтқын дәл осы жолмен қашып кеткенін түсінді. Ол тез арада детективтерді шақыртты. Бірақ детективтер туннельге кіргенде оның әлі толық бітпегенін анықтады. Детектив абыржи бастады, демек тұтқын бұл жерден қашпаған, тек назарды басқа жаққа бұрған. Тіпті тұтқын туннельді қулықпен бұрыштап қазған екен. Детектив аяғы тайып кетіп, аз-ақ қалғанда сындырды. Ол тез арқанды тартып, сырттағы топтан өзін қайта шығарып алуын сұрады. Бастық аң-таң қалды. Ол тұтқынның небәрі 6 айда осындай терең туннельді қалай қазалғанын түсіне алмады. Детектив жерден бір қасық тауып алып, міне оның құралы осы болған деді. Ол қабырғадағы топырақты сыпырып көрді де, күзетшілерге ауыздарын ашуды бұйырды. Шындығында Анна күн сайын тамақ сорпасының қалдығын қабырғаға жағып отырған. Тұздың әсерінен қабырға коррозияға ұшырап, қасықпен қазу әлдеқайда оңайлаған. Анна түрмеден кітаптар сұратқан. Кітап оқу арқылы уақытын өткізетін. Әр кітапты оқып болған соң, оның парақтарын жыртып, балшықпен араластырып, туннельдің кіреберісін жасырып отырған. Ал қазылған топырақты шығаруда оңай еді. Түрме таудың басында орналасқан, жел үнемі қатты соғып тұратын. Аннаға жай ғана топырақты терезеден лақтыру жеткілікті болды. 6 айдың ішінде жел бүкіл шаң тозаңды ұшырып әкетті. Туннель дайын болды. Анна әрекетке көшуге дайын еді. Ол тым ұзақ уақыт бойы көзден таса болып келді. Көпшілік оның бар екенін де ұмыта бастаған. Ешкім оның қайда жүргеніне мән бермейтін. Бір күні түрмеге жоғары лауазымды шенеунік келді. Бастық тұтқындарды алаңға жинап, құрметпен қарсы алды. Күзетшілер шенеунікке жағысып жүргенде Аннаны байқамады. Ол сабырмен шенеуніктің көлігіне қарай бет алды. Қалайша күдік тудырмады. Өйткені адамдар тек өздері көргісі келген нәрсені көреді. Егер сенің қолыңда балға болса, олар сені шеге қағуға келген адам деп ойлайды. Күзетші тамақ алып келгенде Анна жоқ еді. Түрме дүрліп кетті. Бастық шенеунікті қорғау үшін оны көлігіне дейін шығарып салды. Сол сәтте ешкім тұтқынның көз алдында қашып кеткенін аңғармады. Туннельден шыққанша 25 минут өтті. Ал Лиза әлдеқашан жоқ болатын. Ол еркіндікке қарай жүгіріп бара жатты.